Смағұл Елубай. Ақ боз үй. Роман. Бірінші бөлім. Құдық басында. Елсіз жым-жырт бос жатқан құла түз. Көз байланып қараңғы үйіріле бастаған. Қадау-қадау қалқиған серек бұталар. Ымырт көрпесін үстіне тартып, жай созылған кең сахара бейбіт ұйқыға бой ұсынған шақ. Төңіректі қоршап қоймалжың ұйыған осынау тыныштықты сәл дір еткізе елеңдетіп, әлден уақытта әрігірек қалтарыстан сыңғыр етіп тұншығып қоңырау үні естіледі. Түн ішінен құмығып талып жетті. Көп ұзамай қоңырау ашық сыңғырлап жақындай берді. Түйелері шұбап тізіліп, түн ішінде келе жатқан керуен шалынды. Ауыр жүк тиелген атан, нарлар, үнсіз жолаушылар. Түйе мойындарындағы жез қоңыраулар жүріске бір ырғақ тербеліп сыңғыр қағады. Шертпе күйдей жаяу қоңыр әуен таратады. Тыныш кештің шырқын бұзбай, қайта осынау бейуақ сәттің тылсым кейпіне әдемі үйлесіп жарасады. Керуен көп ұзамай жолдан шықты. Құмсақ шағылға іркілді. Түйелерін шағын алаңға айналдыра шөгеріп, ортаға қапшық қоржын жүктерін түсірді. Сілесі қатып шаршаған 6-7 кісі аздасын бастарына қоржындарын жастады да киімшең қалпымен қисая кетті. Жамбастары жерге тиісімен жол соқты жолаушылардың талайы қор етті. Жалғыз Әзбергеннің ғана көзі ілінбеді. Әзберген анау басына шапанын бүркеп жатқан Пахрадиннің інісі. Пахрадин бәйбішеден, бұл тоқалдан туған. Әзберген өмірге өлердей ызалы. Әсіресе байлардың күні батуға таяу деген кешегі жәрмеңкеде естіген әңгімеден кейін ызалы. Ұйықтай алмай басын көтерді. Қараса Пахрадин орнынан тұрып кетіпті. Жұлдызы жайнаған түнгі аспан астында анада жерде теріс қарап сұлбасы қарауытып тұр. Иығында шапаны. Кешеден бері бір оңашасын күтіп жүреді бұл. Тиісудің реті келді. Түрегеп, бұған сырт беріп, түн өлкесіне назар жіберіп тұрған мол денелі Пахрадинге таяу барды. Шыртты күрді. Пахрадин сәл ығысып, бұған көз қиығын тастады. Бірақ тіс жармады. Әзбергенде біразға шейін қасақана үндемеді. Қабағы қарс шабылып, түн өлкесіне бұда қарады. Аузын ашса іштегі ашу, ыза, лақ ететін түрі бар. Ақыры шыдамады. Талағы тарс айырылды. Сенсің деді дүңк етіп. Сен кінәлісің. Баяғыда көшу керек еді, кету керек еді. Енді міне. Әзберген сөзге жоқ, істің қимылдың адамы. Одан әрі қарай не дерін білмей тұтығып, булығып тұрып қалды. Пахрадин үндемеді. Күрсініп теңселгендей болып тұрды да, ләм-мим деместен қарауытып жатқан жүктерге қарай бұрылып жүре берді. Шапанын бүркеніп жатып қалды. Көп ұзамай шығыс жиекті бозартып айтуды. Батыс аспанды сызып, зырқырап жалғыз жұлдыз ақты. Жусан арасында заржақ шегіртке шырылдайды. Әзберген құмсақ үстінде шалқасынан жатып, түнгі көктей түбі жоқ терең ойға шомды. Жел жағында көлбеп жатқан салперін саратанның шайыр иісі танауға келіп тұр. Тіздеулі түйелер ұрттары бұлтаңдап, күрс-күрс күйіс қайрады. Теріс қарап шапанын басына бүркеніп Пахрадин жатыр. Әзберген осағасын түсінбейді. Бей деген аты бар, анау жатқан мажандай мың-мыңдап мал айдамағанымен дәулетсіз емес. Үкімет дегенде үні шықпай қалады. Сөйтсем маңдайымнан сипар дейме, түсінсе бұйырмасын. Өткен жылы ғана қолына мөр тиген ауылдағы етікші Жаман Шәріптің алдында бүгежектейтінін қайтерсің. Сол Шәріптің азу тісі біліне бастаған әне бір шеге деген күшігінің де жон арқасынан тіліп алар ма еді, таспаны. Ой, осы жерге келгенде зығырданы қайнап кетті Әзбергеннің. Ой баяу, артына қарамай өзі әлгі етікшінің баласын айтады. Хансұлудан дәмесі бар. Қап, қылуасы өттеу жаман шіріктердің. Хансұлу Әзбергеннің қарындасы. Пахрадиннің маңдайына біткен жалғыз қызы. Талшыбықтай бұралып бой жетіп қалған бүгінде. Өзі сұлу десең сұлу, ерке десең ерке. Оған Жаман Шәріптің анау шікірейген немесінің саусағы тиді дегенше бұл намыстан буынып өлер. Содан алагеуің таңмен жалғыз керуен атан, нарлары алшаң басып, жез қоңыраулары сыңғыр қағып тағы да жолға түсті. Алда ел бар.
Бұлар айға жуық бетін көрмеген ел жұрт, қатын қалаш, бала шаға бар. Керуен салдыртып тартып келеді. Күзекте отырған ауыл, жер реңсіз, шөбі тозған, әсіресе құдық маңы жалаңаштанып, шаңы шығып жатыр. Жаман торатын жайдақ мініп, солай қарай шеге келеді. Төңірегі азан-қазан, қой маңырап, үй түріп, бота боздаған кешкі ауылдың даңғаза тірлігі. Мал, адам сапырылысқан қарбалас кезі. Шеге соның біріне көңіл бөлмей ойланды. Ойланған сайын еңсесі ауырлай түседі. Бұта қызық, әліне қарамай армандағаны Хансұлу. Күн түн демей көксегені сол қыз. Ау сонда жалғыз Хансұлу дәмегөй қалың бозбаланың қайсы біріне жетеді? Не көп, осы елде қыз көп. Солардың біреуіне неге көңілі соқпайды? Хансұлуда несі бар? Несі бар аспандағы айға қол созып? Білмейді. Құдық жақта шығыр тартып жатқандардың тарт, қайт деген айқайы бөліп жіберді ойын. Еңсесін көтерді. Күн еңкейіп көкжиекке құлапты. Құдыққа жақындай бере шеге түйесін суарып жатқан құрдасы Ждақайды көріп мырс етті. Осы ауылдағы сырласатын жалғыз досы. Екеуінің мұңы бір, ол да ғашық. Жәрмеңкеге кеткен Мажанның ауылда қалған жас тоқалы Балқияға ғашық. Бұның кеселі Хансұлу. Екеуінің басы қосылса болды, жырлайтындары Балқия мен Хансұлу. Шегені анадайдан көріп сойған түлкідей ыржиды Ждақай. Төртпақ келген шымыр, тарғыл бет бала жігіт. Ждақай шегені бүйірден түртті. Қасқа бала, анаң қара, ар жағыңа қара деді. Шеге бұрылып Ждақай нұсқаған жаққа қараса, құдықтың күншығыс қапталын орағытып, қара ерін сылаң-сылаң желдіріп, Хансұлу өтіп барады екен. Басында үкісі бұлғақтаған кәмшат бөрік, үстінде қырмызы камзол. Аш белін түрмемен қынай байлаған. Күміс ертұрман батар күннің жалқын нұрына малынып, жарқ-жұрқ етеді. Астындағы сида бой керғұнан да иесінің мәпелі жас сұлу екенін білетіндей, аяғын лып-лып билеп басады. Қыздың мойыл көз, қайқы кірпік, сәл түрік ернін елестетіп шеге күрсінді. Саспа, деді Ждақай досын иықтан сілкіп. Тұмсығын қанша көтергенмен сенен артық кімге барады? Айтқаным келмесе, қарада тұр, қасқалдақ түбінде сенікі болады. Ал Ждеке, енді сен қарашы мына жаққа. Күн астында аяқ жолдың күміс шаңын шұбалаңдатып келе жатқан Балқияны көргенде Ждақайдың реңі бұзылып қоя берді. Онсыз да тікірейген кірпі шашы одан бетер тікірейіп кетті. Табан астында тықыршып бүлінсін де қалсын. Шеге қиқылдап күлсін кеп. Ждақай мұрнының ұшы тершіп қызарақтап, қасқа бала, ешкімге айтпа, бүгін бір қызық көрсетем саған, деді. Әңгіменің бетін бұрып, құпия сыбырлап. Ол не қылған қызық? Ждақай сұқ саусағымен ернін басты. Көз қиығымен қауғалып тұрған бұлышты нұсқады. Шеге түсіне қойды. Демек, қызықтың бұлыш турасында болғаны. Кешкі астарын ішіп, ауыл әлде қашан жатып қалған. Көзге түртсе көргісіз қараңғы. Ай тумаған. Ждақайдың қызық көрсетеміне елігіп, Шегенің Мажан ауылының түйе шаңдағында отырғанына біраз болды. Дөңірегінде дуадақтай теңкейіп жатқан түйелер. Кебеже қарын кәрім аяның ығжақ тасасында отыр екеуі. Баққандары осы тұсқа жақын Балқияның отауы. Томпиып қарауытып тұрған отау үй. Шолпысы сылдырап, үйге кіріп шығып күйбеңдеп жүріп, шамды өшіріп Балқия ақыры жатып қалған. Ждақай Шегені бүйірден түртті. Көрдің бе? Күткені бар. Жалғыз жатты. Қасқа бала, қазір көресің қызықты, деді. Одан кейін де біраз уақыт өтті. Отау үй әлі жым-жырт, мүлгіп тұр. Ауыл үсті тып-тыныш. Итекеш иттердің де жақтары қарысқан. Қора жақтан күйек алынып, қызу науқан кешкен қошқарлардың ғана арс-күрсі қимылдары байқалады. Ара гідік сатыр-сүтір сүзісіп те қалады. Ауылдың желке тұсынан байғұс шақырды. Сұңқылдап жаман ырым бастап тұр. Жолдар болса жарар еді. Жас тоқалдың есігін ашат деген бұлыш аңшы әлі жоқ. Көп ұзамайды келеді. Айтумай деп қояды Ждақай сыбырлап.
қосөркештің арасынан мойнын созып қарай түсіп. Қарындары қампиып көлбеп жатқан түйелер марғау мүлгіп күйіс қайырады. Түйе шайырының күлімсейісі келеді. Сол көргеніңді айт отырсай, Ждеке қарап отырғанша, деді шеге. Ждақай көрген қызығын айтып беруге ыңғайланды. Сен өз көзіңмен көрсін деп едім. Әлгі ағамыз келмей қасқитқанын қараш. Жарайды, айтсам айтып берейін деп, иығын қомдап қойды Ждақай. Шалы қалаға кеткесін, мен қасқайып кеш түсісімен Балқияның есігін аңдитын болдым деп бастады әңгімесін Ждақай. Өйдөйт дерсің. Дәмем күшті, күйеуі шал, өзі болса жас, сылқым келіншек, енді осындайда серілік жасамағанда қашан жасайды деймін. Күн батысымен бүкеңдеп осында тартам. Бірақ есікке жеткен жерде мені Құдай ұрып қасқаямда қалам. Жабық есікке қол тигізу мен үшін бір ақыр заман. Қолым дірілдеп, демім бітіп, құлағым шыңылдап, жүрегім тарсылдайды. Күні кеше тағы да сөйтіп қасқиып есік алдында тұрсам, қараң-құраң етіп, түн жамылып біреу келеді. Зәрем ұшып кетті. Есік алдынан жалт бердім. Үйді айналып бұға қойдым. Бір кезде есімді жисам, үй ішінен сыбыр-күбір естіледі. Бері жүр деген Балқияның үні шықты. Байқа, жолыңда құман тұр дейді. Жалғызсың ба, дейді бұлыш күңк етіп. Немене жалғыз болмай, байыммен жатыр дейсің бе? Тек бала-шаға жоқ па дегенім ғой. Зәрең ұшпай-ақ қойсын. Сөйткенше ағаш төсек сықыр-сықыр етті. Одан әрі жөнді ести алмадым. Сыбырласып кетті. Мен үйге құлағымды тақай түсемін. Сырым сезіліп қалса керек. Шік-ай, мүйізің сыңғыр, шік деп айғайлады іштен Балқия. Мен тұра қаштым. Қимылдамай отыра бермедің бе, деді шеге әңгіменің дәл ортасында үзіліп қалғанына өкініп. Қасқа бала ай туып келеді, деді Ждақай өрекпіп. Енді бұлыш өлсе келмейді. Не істейміз енді? Құрсын қайтайық онда, деді шеге де өкініп. Қайтқан несіз қасқалдақ? Екі сомадай жігіт тұрып, келіншек жалғыз жатқанда деп дүңк-дүңк етті Ждақай. Ендеше бар, күтіп жатқан шығар сені, деді шеге танауынан күліп. Барам, несі бар деп өз-өзіне дем бергендей қоқиланды Ждақай. Бар. Ал кеттім. Біреу көрінсе белгі бер, деп Ждақай түйенің тасасынан шықты. Бұқпақтап бүкең-бүкең желе түсті. Желе түсті де бұрылып шегеге қарады. Шеге жүре бер дегендей қол сілтеді. Ждақай шыбын ұстайтын кісіше сақ басып, бүкшеңдеп алға жылжыды. Мүлгіп тұрған отаудың есігіне де жетті. Бойын тіктеп қарауытып, есік алдында іркілді. Шеге де толқып, Ждақайдың орнында бейне өзі тұрғандай жүрегі дүрсілдеп кетті. Ждақай дыбыс берсе керек, көп күттірмей есік ашылды. Ждақай ішке зып берді. Болды бір қызық, деді шеге өзінен өзі. Орнынан қалай тұрып кеткенін білмейді. Бір кезде қараса, бұда бүкеңдеп жабулы есікке қарай ұшып келеді екен. Үй сыртынан Ждақайдың қызығын тамашаламақ. Сөйткенше болған жоқ, үй ішінде тулақ сабағандай әлдене таңқ етті де, іле-леген даңғырлап есіктен Ждақай атқып шықты. Атқып шығып, бет алды тапырақтап ышқына қашты. Шеге де ойланбастан өкше көтерді. Екеуі безіп барады сай жаққа қарай. Бұлардың дүрсіліне желідегі түйе үркіп өре түрегелді. Иттер шу етті. Шеге Ждақайға қапталдаса беріп, не болды соры қайнаған деп ырсылдап. Қасқайтты бала, қаш деп басы қайқайып зымғып барады Ждақай. Екеуі сол қашқан күйі ауыл іргесіндегі терең сайға бір-ақ құлады. Бұл кезде бүкіл ауыл иті ат ойласып соңдарына түскен еді. Сайға құласымен екеуі де қара жер бауырлап жата қалды. Ждеке, не болды? Ой, несін сұрайсың? Қасқайтты, деп Ждақай қиқ-қиқ күліп жатыр. Шегенің қолын алып басын ұстатты. Шекесі шодырайып ісіп кетіпті. Құтты болсын алған сыйың. Ал айт, не болды? Есікті ашты. Кірдім, деді Ждақай екі иығынан тыныстап. Балқия көйлекшең, жұпары аңқып тұрды алдымда. Не керек, деді. Даусы қатқыл. Сасып қалдым. Сөзім божырап, жеңеше ойнайықшы деппін.
Тізем қалтырап, аяғым құшып отыра қалдым. Жүрегін жібітейін деген едім. Сол екен, жеңешем, өй қағыңғыр, мә саған ойнаған деп төбеме әлденемен таңқ еткізді. Қатты ұрды. Қолында оқтау бар екен. Көзімнің оты жарқ етті. Есікке қарай секірдім. Леген бе білмеймін, бір нәрсені басып кеттім. Сөйткенше жеңешем жауырымның ортасынан оқтаумен тағы қонжитты. Ойнаған деген осы деп. Табалдырықтан аттай бергенде басым маңдайшаға соғылып, әй, қасқайдым, оу қасқайдым. Шеге жерді құшып, иығы бүлкілдеп күліп жатыр. Таңертең шаң-шұң дауыстан оянды Шеге. Әкесі мен шешесі екен. Шай үстінде кикілжіңдесіп отырған. Сол баяғы әдеттері. Шеге түк естігісі келмей көрпемен басын қымтап алды. Бірақ дастархан басындағы керіс үдемесе толастар емес. Гүлжан, әй Гүлжан, бар, деді әкесі. Бар, анау Пахрадиннің үйінен бір шақпақ қант сұрап әкел. Ертең базаршылар келгесін берерміз. Гүлжан осы үйдегі 5 қыздың ең кенжесі, Шегенің қарындасы. Бармайды, деді шешесі. Әй қыз, тырп етпе. Ауылнай болдың деп етік тігуге сен арланғанда, ауылнайдың қатыны боп үй арасында шекер сұрауға бізді арланамыз. Бармайды. Ей, кіспұрыш, сен емес, бала алып келсін деп отырмын. Әкесінің әдепкі шырыл дауысы шыға бастады. Бармайды, деді шешесі. Өкімет кедейдікі деп кеңірдегіңді күнде кергілейсің. Тырқ етсе байға қарай жүгіресің. Сонда пәтуан қайсы сенің өкімет болғандағы? Шешесі қара торы келген ірі сүйекті, мінезі салмақты кісі еді. Қоңыр дауыспен айтқан сөзі де салмақты шықты. Шеге ішінен күліп жатыр. Дәл осы қазір аузына ұтымды сөз таппай қалған әкесінің ашудан қызарып кеткен түрін, шақырайған көзін, едірейген жебесін елестетіп жатыр. Шырылдауық шәріп деп жұрт әкесінің осы шапшаң мінезіне қарап атап кеткен. Әй, көргенсіз деп шаңқ етті әлден уақытта әкесі. Не оттап отырсың? Сұрасақ кедей болғасын сұраймыз да, кедей болмасақ бізді кім қолдар еді? Жарылқағаны сонда анау бір мөр ме? Шала туған баладай керегеге іліп қойған. Не қайыр көрдік сол мөрден? Әкім болдың деп сен жүрсің шелтеңдеп, кәсібіңді тастап. Қара су ішіп біз отырмыз. Байымыз мөр ұстады деп мәз бол. Сол мөріңді тістепші ендеше қанттың орнына. Шеге мырс етті. Ей, қысқарт, көргенсіздің нәсілі. Тарт тіліңді мөрден деп шақ-шақ етті әкесі. Балалар шу етті. Шеге төсегінен ыршып тұрды. Ойлағандай-ақ әлжуаздау әкесі қолында қобди шешесіне қарай шатынап ұмтылған екен. Шеге екеуінің арасына түсті. Шеге тысқа шықты. Қатқылдау ызғырық жел бар еді сыртта. Күздің қара суық таңы. Күншығыс жақ аспан сірескен бұлт. Күн шықса да көрінбей тұрған сияқты. Бүрсеңге өріске түйелерін қуалап жүрген әйелдер. Құдық жақта біреу шелегін даңғырлатып су алып жатыр. Оның ар жағында қабаққа тырмысып ақ тазысын ертіп, жалғыз атты кетіп барады. Аңға бара жатқан бұлыш еді ол. Кешегі ждақайдың әңгімесі есіне түсіп, ауыл сыртына қарай беттей беріп, Шеге өз-өзінен күлді. Бұлыш жалпақ елге аты шыққан аңшы, жасы 30-ға келіп қалған сақа жігіт. Оны сүймегенде кімді сүйсін балқия? Оның үстіне Бұлыш қазір бойдақ, осыдан 2 жыл бұрын әйелі өлген. Рас, кедей, жалғыз ілікті жігіт. Үй анау ауылдың арғы шетінде оқшау тұрған шәукеген құрым үй. Қартайған жалғыз шешесі бар. Ақтаз ерткен қара арғымақ атты Бұлыш түстік беттегі қарауытып жатқан көлденең жотадан әр асып көрінбей кетті. Бағыты Сарыбай құмы. Осы Бұлыштай жігіт болса ғой Шеге, көрер еді Хансұлудың қалай кекірейгенін. Шидем көпісінің өңірін қаусыра түсіп, ауыл шетінде тұрып Шеге күрсінді. Мынау Шегенің жаман қоңыр үйі. Анау ауыл ортасында айдыны шығып тұрған үлкен ақ боз үй Хансұлудың үйі. Сыртта қазықта қаңтырулы қарагер құнан тұр. Хансұлудың құнаны. Сол құнанға шейін асылдың тұқымы. Бұл елде жоғат. Әкесі Бесқаладан әкеліп берген түрікпеннің әйгілі ақалтекесі. Келе жатыр дегендей айқай шықты.
ауылдың өріскей тұсынан. Сөйтсе қозбағар екен. Әлгінде өріске беттеген қой соңында бара жатыр еді. Етжеңді бала жігіт аюдай қорбаңдап ауылға қарай далпылдап жүгіріп келеді. Бұ несі десе, сонау қарауыл төбенің теріскей бөктерін қиып өтіп, тырнадай тізіліп керуен келеді екен. Қалашылар керуені. Осы екі ауылдың темірдегі жәрмеңкеге кеткен қалашылары. Хансұлу, әй Хансұлу, көкең келе жатыр, көкең деп, құдды өз әкесі базардан келе жатқандай әрпіл-тәрпіл жүгіреді қозбағар. Табаны жарқ-жұрқ етеді. Өзі Пахрадин үйінің малын бағады. О, жаратқан ие, сөйтіп жүріп Хансұлудан бода дәмелі. Қозбағардың айқайынан бүкіл ауыл құлақтанып, жұрт андыздап тысқа шықты. Бала біткен шуылдап керуеннің алдынан жүгірді. Үйінен Хансұлу да шықты. Сымдай тартылып ықшам киініп алған. Күлгін түсті зәгірән шалбар, қынамабел қырмызы пүліш камзол, бейгөкше етік, үкілі кәмшат бөрік, қолында қамшы. Арсалаңдап жүгірген қозбағарға көз қиығында салған жоқ, атына қарай беттей берді. Тықыршып тұрған құнанына қарғып мініп, келесі сәтте Хансұлу да ауыл балаларының соңынан қарауыл төбеге қарай жосылтып шауып бара жатты. Ат жалына сәл еңкейіп қабағын түйіп алған. Қарагер құнаны бейне аяғы жерге тимей ұшып келе жатқандай. Қарсы беттен ысылдап соққан жел ашаң жүзді, әдемі бидай өңді, көз қиығының құйыршығы қайқылау сұлу қыздың көзінен жас парлатты. Кішкентай танауы қусырыла түсіп, сонда да алдына тура қарап құйғытады. Хансұлудың жүйрік құнаны көп ұзамай ауыл балаларын артқа тастап, сары беткеймен салдыртып келе жатқан мол жүкті іркес-тіркес керуеннің алдын орады. Жақ жүндері үрпиіп, беттерін шаң басқан, көздері қызарып піскен жол соқты жолаушылардың ішінен әдегенде Хансұлу әкесі Пахрадинді іздеп еді, көре алмады. Керуен алдында ағасы Әзберген. Батыр тұлғалы Әзбергеннің беті бұрынғыдан да қалыңдап кеткендей. Қалың бетін шанжаулап түк басқан. Хансұлу, амансыздар ма, деді қабағы салбырап. Аманбыз, көкем қайда, деді Хансұлу. Әзберген ағасының неге екені белгісіз, қанталаған көзі мүлдем ызғарлы еді. Жауар бұлттай түсі түнеріңкі. Лабақ Ахундікіне қарай бұрылған әлгінде, деді қою дауысы қоңырлау шығып. Керуен салдыртып жанынан өте берді. Хансұлу енді тықыршыған керғұнанның басын күн астына қарай бұрды. Қарагер жусанды жазық пен сарыжайдың оғындай зырқырап келеді. Жосытып шапқан Хансұлу көлденең жатқан дөңге көтерілгенде алдынан бірі түйе, бірі ат мініп қатар келе жатқан екі жолаушы көрінді. Қарағасқа айғыр мінген әкесін алыстан таныды. Қасындағы ақ түйе мінген ақ шапанды, басына ақ шалма тартқан әрине Лабақ Ахун. Лабақ Ахун осы елдің бала оқытатын ишаны. Жылыбұлақта мешіт ұстайды. Хансұлу осы кісінің қолынан хат таныған, көп кітапты, оқымысты ғұлама, әрі өзі дүниенің толып жатқан дастан жырын жатқа айтатын жырау. Әкесі Пахрадин кең иықты, мол денелі, сақал шашы көк бурыл тарта бастаған, ат жақты сұлу көзді келбетті кісі. Ат үстінен еңкейіп жаяу келіп сәлем берген қызының бетінен сүйіп ұзақ еміренді. Хансұлудан бұрын Әли, Қали деген екі ұлы болыпты әкесінің. Екеуі де шешектен қайтыпты. Солардан кейін туған жалғыз Хансұлуды әкесі ұлдан кем көрмейтін. Сұлутай, амансыңдар ма деп қобалжып даусы дірілдеді. Кең шаралы, аласы мол мейірбан көзіне жас іркілді. Жоталы мұрны домбығып сәл іскендей, тұмауратқан кісідей түрі. Көке, сырқаттан саусыз ба, деді Хансұлу қарлығаштың қанатындай қасы дір етіп. Жоқ Сұлутай, деді әкесі. Бұдан бір сыр бүккен тәрізденді. Екеуі ақ түйесін желдіртіп озып кеткен аққудай арық шал Ахунға келе жортып қуып жетті. Шал бетін бұрмаған күйі, уау інім Пахрадин, бай бағыланды кем көрер, құл қатанға дем берер, қарсы келген жайсаңды ат көтіне өңгерер деген едік қой. Өкіметтің жағадан осалғаны алған дүр. Темірді естіп білгенің сол алапаттың басы дүр. Көрер хикматымыз әлі алда дүр деп бір қайырды. Астындағы айыр өркеш ақ түйесі шудасы желпілдеп
майпаң желет. Жол жөнекей ахун термелеп көп сөйледі. Дүние ғалам жаралғаннан бастап, осы күнге дейінгі болып жатқан хикметтердің бәрі де Алла ісі, Алла бұйрығыдыр деп айтты. Хансұлудың бір ұққаны әкесі жәрмеңкеден жаманат хабар әкеле жатыр екен. Үкімет тағы да байларды тықсыра бастапты. Жайындыдағы шоша ұсталыпты. Ертең кімді ұстайтынын Құдайдың өзі білсін деп келеді үлкендер. Ауыл іші бүгін кішігірім мерекедей көңілді. Жәрмеңкеге айдатқан малдары киім-кешек, қант, шай, астық болып қолдарына тиді. Жұрт Пахраддиннің еңселі биік қонақ үйіне жиналып, Лабақ ахунның өсиет термесін тыңдап отыр, ұйып отыр. Ортадағы шойын табада қоздаған шоқ. Сол оттың тілдей жалыны ерні сәл түрілген Хансұлудың қарақат көзінде де жылтырайды. Уау, садаған кетейін сөз-ақ деп, лепіре айқайлап ахунды қошеметтеп қояды Шәріп. Төрде отырған аққудай арық, сақал шашы аппақ, қураған кәрі ахун домбырасын боздата түседі. Пахраддин еңсесі қорғасындай ауыр ой басып, мүлгіп тыңдап отыр. Опасыз жалған дүние, кімдерден кейін қалмаған деп, әлсін қайталап, сонау адам атадан басталған адам ұрпағының небір асылдары, әлемді тітірткен Сүлеймендей патшалары, Ескендірдей ерлері байыз таба алмаған бұл жалғаннан ешкімде опа таппаған деп айтады. Әп бәрекелді, аяма бас деп, шырылдауық Шәріп атқа мініп отырғандай қопаңдаған ахунға таман итіне түсті. Пах, қайран бұрынғының сөздері-ай деп қояды. Түксиген әзберген бұқа көзденіп шырылдауық Шәріпке жақтырмай аларып қарады. Лабақ ахун одан сайын аруақтанып, домбыраға шүйлігіп, терме сөзді нөсерше төгіп, бұршақша боратты. Шәріптің делебесі одан сайын қозып, пах, бас, аяма деп қиқулады. Жыр бітіп, кеш үйіріле ортаға тегене толы ас келгенде Хансұлу бой сергіткісі келіп сусып сыртқа шықты. Кең тынысты әдемі кеш түсіпті. Қаракөк аспанда самсап жұлдыздар жайнайды. Малын жайлаған шаруа ауылдың ошақтарында оттар жылтылдайды. Жан-жақтан түтін иісі, бықсыған тезек иісі келеді. Осындай жайбарақат торғын кешті ду-ду сақылдаған күлкіге толтырып, ауыл арасында бір топ қыз, бозбала, соқыр теке ойнап жүр. Хансұлудың балалығы ұстап кетіп топқа қарай беттеді. Хансұлу келеді, Хансұлу соқыр теке болсын десіп, қыздар жағы әсіресе шу-шу етті. Бозбалалардың ішінде шеге, қозбағар, ждақайлар бар. Шегенің өзіне тете қарындасы Балжан келіп, Хансұлудың көзін байлады. Қара орамалмен байлағаннан кейін Хансұлу түк көрмей қалды. Балжан Хансұлуды қолынан жетектеп ортаға келді де, тұрған жерінде шыр айналдырып, соқыр теке соқ деп ыршып кетті. Хансұлу сыңқылдап күліп, екі қолымен ауа қармап қалды. Кәмшат бөркінің үкісі ағараңдап, шалбарлы, шоңқайма етікті сыйда бой, бұраң бел Хансұлу ақ тісі жарқырап күліп, төңірегін қоршап, сықылық атқан жастарға әлсін ұмтылып жүр. Жұрт ду-ду етіп қашады. Әсіресе аю денелі қозбағардың күлкісі рабайсыз қатты шығады. Қозғалысы жеп-жеңіл Хансұлу әлгінің толассыз күлкісін тұспалдап жүріп, ақыры былқ еткен білегінен ұстап алды. Ырқылдап күліп бұлқынғанына болмады, жібермеді. Болды, ұстады. Ал қозбағар, сен соқыр текесің. Қозбағар енді шиқ-шиқ күлді. Хансұлу қара орамалмен қозбағардың көзін байлады. Соқыр теке, соқ. Ойбай, бұл құртат түйенің тулағаннан сақта. Қозбағар қорбаңдап қос қолын алға созып ұмтылады. Ждақай лып етіп қозбағарды өкшеледі. Қозбағардың жүрсін салып, дымын шығармай ере түсті. Анау түк сезер емес. Балалар қиқылдап күле бастады. Ждақай қозбағарды май бөкседен шымшып алып тұра безді. Ойбай деп қозбағар бұрылып ауа қармады. Өй, арт жағыңнан тағы барды деді шеге. Қаузы күйген қозбағар шалт бұрылды. Жұрт қыран топан. Ол апайсыз жайбасар қозбағардың қолына ешкім түсер емес. Желіккен қыз, бозбалаларға керегі де сол. Аюдай ебедейсіз қозбағарды түртіп қашып, әбден ит сілікпесін шығарды. Қозбағар борша терледі, күліп жүр, көзі байлаулы, түк көрмейді.
сықылықтаған күлкілерді тұспалдап ұмтылады кеп, ақыры біреу іліктау қолына. Қыздар шу етті, әлжуаздау жіңішке білекті ұстай салып, өзіне тартқанда танауына нәп-нәзік әтір иісі ұрды. Қыз екен. Қозбағарға керегі де сол еді. Екіленіп кетті. Алыса жүріп, «Их!» деп кісіней күліп, қолға іліккен талдырмаш қызды ұмар-жұмар құшаққа басты. «Қасқа бала, көктен тілегенің жерден табылдай, қайырылма» деп арандата түсті ждақай. Қозбағардың құшағындағы қыз бұралып, ұрынып бұлқынады. Төңірек у-шу, иығынан ұрып, «Жібер, жібер» деп төмпештеп жатқан қыздар. Пуларды қайтсын Қозбағар, құшағына қыз іліккесін. «Ех!» деп күледі Қозбағар. Қыздың жұпары аңқыған алқымына тұмсығын тығып алды ма, әлде сүйіп жатты ма, не істеп жатқаны белгісіз. «Жібер» деп қатты шықты құшағындағы қыз даусы. Тұмсығына жұдырық сарт етті. Сонда таныды. Хансұлу екен. Иманы тас төбесінен шыққан Қозбағар қызды жібере салды. «Жарайсың батырақ» деп сақылдап, мәз болып секіріп-секіріп түсті ждақай. «Оңбаған» деді Хансұлу көзінің жасы бұрқ етіп. Осы арада аспаннан түскендей Хансұлудың әкесінің інісі Әзберген жетіп келсін. Оң қолымен Қозбағарды, сол қолымен ждақайды ұстады. Көзді ашып жұмғанша болған жоқ, екі бала жігітті бір сілкіп тізерлетті. Темірдей тегеурінді қолдар ждақай мен Қозбағарды бір-біріне қошқарша соқтырды. Төңіректегі балалар тым-тырақай зытты. Алысып жүріп Әзбергеннің шеңгелінен ждақай сытылып шыға кетті. Кең даланы бетке алып тұра безді. Бұта тасасында бұғып жатқан шегеге соқтыға жаздады. «Не болды?» деді шеге. «Оңдырмады» деді ждақай зыта беріп. «Ана қасқаны өлтіргелі жатыр. Жүр араша алайық. Қасқа бала, есің дұрыс па? Аямайды». Ждақай безіп барады. «Ағатай, өлдім» деп өкіріп жылаған Қозбағардың үні шықты. «Бұ жаман поқтың құтыруын, мә деп ұрады Әзберген. Шеге ұшып жүгірген бетімен Әзбергенді жотадан түйіп өтті. Бұндай тұтқиыл соққыны күтпеген Әзберген серпіліп тәлтіректеп барып әрең тіктелді. «Қап, көріңде шіргір, бұғайсы» деп ізінен тұра қуды. Жеңіл аяқ шеге түлкі бұлтаққа салып ұстатпай кетті. Осы ойыннан от шығады деп шеге сірә ойлады ма екен? Ол отқа өзге емес, Хансұлу екеуі күйетінін білсе ғой. Сөйткенше ауыл арасынан шаң-шұң айқай шықты. Абашша әйел даусы шықты. Әйел болғанда да ашу ақпанның қара дауылынан жаман Торқаның даусы. Қозбағардың шешесі ақсақ Торқаның ойбайы. «Қайдасың ойбай, адірі қалғыр Әзберген, ойбай қайдасың» деп айқайға басып келеді дауылдатып ақсақ Торқа. Өзі шүйкедей болса да мінезі шақар. Шәріптің жалғыз апасы. Әлгінде балаңды Әзберген сабап жатыр дегенді естіп, көсеуді ала ұмтылған сыртқа. Күйеу темір терсек шұқығаннан өзге кәсібі жоқ, уәп дейтін зергер. Солымның нағыз өзі. Сондықтан жауымен жалғыз айқасуға аттандап ақсақ Торқаның өзі шыққан. Қараңғыда бұқпақтап тұра қашқан екеуді көріп, Торқа кемпір одан бетер бұрқырады. «Атаңа нәлет Әзберген, тоқта, қашпа, кімді басынасың ей? Шық былай, қолыңды өлем ойбай!» Бірақ Әзберген кезікпеді жолында. Кәпір қашқан сол болдау Торқаның кәрінен қорқып. Ақсақ кемпір енді күшке мінді. «Тұра тұр бәлем, Сәбетский быластың бар болса, түбіңе жетем сен бандиттің» деп. Шандақтың арасынан Қозбағарын тауып алды. Солқ-солқ жылаған баласын жетектеп, Торқа кемпір үйіне қарай шолтаңдап келеді. Қауашадай үйінде сықсиған майшам. Шалы ұзын тұра уәп зергер шоқпыт көрпесінен жартылай шығып, шалғы мұрты салбырап, екі ұрты бүлкілдеп отыр екен. Ашуланғанының сиқы. Торқа кемпір шам жарығын әкеліп баласының бетіне қаратты, баж етті. Ойбайлап сарнап қоя берді. Қозбағарының мұрны бұзылған, қабағы іскен, танау қаны бүкіл омырауын жуып кеткен. «Тұқымыңа сиейін, ойбай Әзберген, қайдасың?» деп қайта тұлданып, босаға жақта тұрған өзінен үлкен келсапқа жармасты. Қарақшыдай өңкейіп, уәп бақыр түрегелді орнынан. «Қойсаңа,
Кімді қырармын дейсің, деді екі ұрты бүлкілдеп, шашы бұрқырап, есікке ұмтыла берген шынашақтай кемпірінің алдынан кес-кестеп. Кемпірі одан жаман екіленді, қолын шолтаң еткізіп, адыра қал, кет жолымнан ойбай деп, жұлқына баласын сүйрелеп үйден айқайды басып тысқа шықты. Тура Әзбергеннің үйіне тартты, бүкіл ауылды дүрліктіріп. Әзбергеннің үйінде жарық жоқ, жатып қалғаны байқалады. Атаңа нәлет Әзберген, шық, былай еркек болсаң тақа, төбелесті көрсетейін, шық деп, ақсақ торқа іштен ілінген қаусырмалы есікті келсаппен пергіледі. Бүйткенше өлтіріп неге тастамадың мына баланы? Адыра қалғыр, мә өлтір. Торқа баласын сілкіп қалды. Қозбағар есікке соғылып босаға сықырлады. Іштен Әзберген гүр етті. Уа ағайын, аулақ, үйді құлатарсыз. Әдіра қалғыр, құлатпақ тұрмақ қиратам деп, ашуға мінген кемпір лақ шаршып секіріп, келсаппен үйді төмпештеуге кірісті. Қиратарсың, деді Әзберген қырсығып. Әдіра қалғыр, бетінен адам сүймейтін, о не, ханның қызы ма еді? О не сәйгеп, сүйеді ал, сүймек тұрмақ одан да зорын істейді. Ал, не істейсің? Қозбағарымның бармағына тұрмайтын ұрғашысын о не сәйгеп, соншама қал кел әздеғіп. Әй басшы, шық былай әкеңнің көрін. Қол аяғыңды матабайдатайын. Өкіметтің расы бар болса. Батырақты сабасын деген зәкөн жоқ, білдің бе? Аузыңа пәлен қылайын. Ойбай, қайдасың Шәріп деп енді Торқа кемпір долылық қысып дауыс ете бастады. Торқа кемпірдің байбаламы бүкіл ауылды аяғынан тік тұрғызды. Итекеш иттердағы шабаланы біріп жатыр. Қорадағы қой, желідегі түйелерге дейін құлақтары ербейіп, күйістерін тоқтатып, айқай шыққан жаққа мойындарын бұрады. Әзбергеннің үйі маңына бұл кезде ауылдың үлкен кішісі түгел жиналып қалған. Текеше бақылдап секіріп, ыршып, үйді тоқпақтап жүрген Торқа кемпірді екі-үш әйел қолтықтап ұстап әрең тоқтатты. Сабыр шешей, сабыр, бір ашуыңды бер деп. Бұл жанжал неден шықты? Әу, ұқтырыңдаршы десті жұрт. Балалар жарыса жамырап әлгінде болған оқиғаны айтты. Жұрттың ұққаны, Әбзергердің баласы жалшы Қозбағар ойын үстінде күшке салып Пахрадиннің қызы Хансұлудың бетінен сүйген. Қыз жылап қалған. Қозбағардың қызда көңілі болған. Ерке қыз әдепсіз бала жігітті шапалақпен беттен тартып жіберген. Сол арада тап болған қыз ағасы Әзберген Қозбағарды жығып салып жұдырықтың астына алған. Бет-аузын даладай қан қылған. Шуылдаған жұртты іркіп, Пахрадин көз жасын сүртіп тұрған Торқа кемпірге жақындады. Жеңеше, бір ашуыңызды беріңіз. Еліміз ғой, бір тентекке әліміз жетуге керек асасы, деді. Мол денелі, мауыты шапанды Пахрадин енді інісінің үйіне қарай бұрылып. Әй найсап, бұл не жатыс, елді шулатып, шығуға керек сыртқа деп зекіді. Ағайын, мазамдалмаңдар, аулақ деп гүр етті іштен Әзберген. Жұрт тіксініп қалды. Әйелдер жағы беттерін шымшылады. Бұл ел болғалы ауыл ағасы Пахрадинге қарсы келіп, бетінен алған адамды көрмеп еді. Пахрадин ашуға тығылып теңселіп, найсап, ақылмен іс қылуға керек, оңбассың асасы, оңбассың деп теріс айналып жүре берді. Осы жәрмеңкеден Пахрадин мен Әзберген кикілжіңдесіп қайтқанын бұл жұрт білмеуші еді. Жұрт арасында Шәріп те тұрған. Ешкі құйрық сақалын қайрат істеп үнсіз тұрған. Жұрттың назары енді ауыл өкіметі соған ауды. Әншейінде дау жанжалдың лаулаған өртіне елден бұрын қойып кететін Шәкең неге екені белгісіз, қазір үнсіз. Әйелдердің қолында жуаси бастаған Торқа кемпір өкімет інісінің мына монжатапай қалпын көріп, жағың қарсып қалды ма, ойбай сенің? Өкімет болғанда сенен не қайыр көрдім мен, ойбай. Жалғыз апаңды бүйтіп дос дұшпанға тап еткенше, өкімет болмай өрем қап, ойбай, жіберіңдер түге, қаңғып өлем деп қылғынды. Қойсаңа кемпір, жүрсеңе үйге деген үн шықты жоғары тұстан. Мұрты салбырап үңіліп тұрған ұзын тұра уәп екен айтып тұрған. Сырықтай бойын иіп кеп, құрықтай қолмен кемпірін қармап көтеріп иығына салды да үйіне қарай бұрылып жүре берді. Торқа кемпір аяқ қолы тарбаңдап, шалын төмпештеп барады, тулап барады. Жібер түге, адыра қалғыр, жайпап салам, жібер деп айғайлайды. Жұрт дуылдап күліп жатыр.
Жуырда ғана ауылдық кеңес ағасы болып сайланған етікші Шәріп қана күлген жоқ. Мына даудың таптық астарына ой жүгіртіп, бір тұтам сақалын саумалаумен тұр. Әзберген шай ішіп төрінде көлбіп жатса, ертеңгісін үйге салаң етіп, қылышын сүйретіп Мелиса кіріп келді. Келіншегі шошынып орнынан ұшып тұрды. Әзберген құс көпшікті шынтақтап жатқан орнынан қонаққа сұсын тікті. Бұқабайсың ба ей деп Әзберген қорыққанын білдіртпей, ескі танысын көргендей серпілді. Сөзді қой Әзберген, тұр, кейін, деді кілбік көз, томпақ бет, кеспелтек қара, үні қатаң, күркірегендей. Түсі ызбарлы. Әзберген Мелисаны Шәріп шақыртқанын ұқты. Ау, шай ішейік жолдас, отыр, деді Әзберген төрді нұсқап. Тұр бол, шай ішетін жеріңе баратын болдың, тәртіп солай. Мелиса иығында шошайған мылтық, белінде қылыш, үсті басын шандыған қайыс белбеу, жылтырауық түймелер, түсі зәрлі. Әзбергенді түтіп жеп барады. Қырыс қабақ Әзберген етігінің сірісін тепкілей киді де орнынан тұрды. Сол-ақ екен, Мелиса шап беріп қолын артына қайырды. Қайыс белбеумен екі қолын арқасына қайырып байлады. Әзберген қарсыласпады. Сыртқа шықса, Шәріп үйінің алды ығы-жығы адам. Жапа тармағай бұрылып бұған қарады. Мелиса Әзбергенді солай айдады. Әзберген ызаға булықты. Осы ауылдың өңшең боқташақ қатын-қалашы бұны табалау үшін жиналған. Әттең, дүние-ай, қор болды-ау. Осы ауылды бір шыбықпен айдаған Әзберген емес пе еді бұл? Ауылдың бас көтерген ақсақал қарасақалдары Шәріптің үйінде екен. Әзберген қолы байлаулы өңкиіп есіктен кіргенде байқағаны, төрде көзі шақшиып, жапалақтай бір тұтам боп шырылдауық Шәріп отыр екен. Оның оң жағында маңдайы қасқайып Пахрадин, сол жағында әруақтай аппақ, сақалын саумалаған Лабақ Ахун. Олардан төменірек әйелдер арасында шүйкедей торқа кемпір де көрінеді. Келдің бе, кіспұрыш, деді Шәріп қозғалақтап кетіп. Отырсын солай босағада. Шәріптің сөзі Әзбергенді қамшымен маңдайдан тартып жібергендей болды. Не десін? Дымы құрып, ернін тістеді. Жұрт көзі Әзбергенде. Мелиса арқасынан нұқыт. Әзберген түсі қабарып, түнеріп, босағаға тізе бүкті. Ағасының кейпін көзі қиығымен шолып еді, оның да меселі түсіп, салы суға кетіп отыр екен. Ал жаз, деп көтеріңкі дауыспен саңқ етті Шәріп, астынан су шыққандай қыбыжықтап. Әзберген түксиген қабағының астынан назар жіберіп қараса, әлгі ауылнайдың алдында жатқан ала қағаздар енді оның баласы Шегенің алдына жылжып барып қалыпты. Шеге қолында қаламы, әкесінің аузын бағып жаланып қояды. Қап, түнде қолға түспей кеттің әттең, деді іштей Әзберген ызаға булығып. Жаз, протокол деп жаз. Жаздым. Үйдегі жұрт сілтідей тынды. Сыртта тұрғандардың көңілі басылмап еді. Торқа кемпір айқай салды. Әй, дабырламаңдар, тақа! Су сепкендей тыныштық орнады. Тіптен бүкіл ауыл жым болғандай. Үйге ұсталған шидің ғана ызыңы естіледі. Арқадан соққан азынау жел бар. Үшбу протоколды жасау себебіміз өткен күні Пахрадин ауылында таптық шайқас болды де. Бәйшікеш Әзберген Мұсалы тәмәм жұрттың көзінше кедей батырақ Қозбағар Уәбұлын, жаз, Қозбағар Уәбұлын соққыға жықты. Оған әмісе себеп кедей батырақ Қозбағар Бәйшікеш Әзбергеннің қарындасы Хансұлуға көңілі кетіп, ғашық-машық боладымыз. Шеге мырс етті. Әзбергеннің кедей кембағалды жәбірлеп, зорлық-зомбылық жасау жалғыз бұл емес де. Кеңес үкіметі келгелі айылын жиып еді де. Әйтпесе арғы жерде әдесең мә дейтін нағыз кіспұрыштың өзі еді де. Бұл зәнталықтың қорлығы өткенде, баяғы ыбырайдың астында ақсақалдар отырған үйден мені етікшінің орны ошақтың қасы деп дырылдатып сүйреп алып шығып, терідей торсылдатып сабаған кім еді? Үшбу осы Әзберген контрдың өзі еді. Ау, Шәріп, деп Пахрадин осы арада кеудесін тіктеді. Ау, құрдас, кезінде ақсақалдар ымырасымен біткен дау еді ғой ол. Қайта тірілдіп қайтесің асасы. Қош, солай ақ болсын. Әрі қарай кеттік, жаз. Өкімет кедейдікі. Кедей кім? Кедей Қозбағар. Ендеше Қозбағарға Әзбергеннің қол жұмсағаны, өкіметке қол жұмсағаны. Солай деп жаз. Осы арада көпшіліктен маза кетіп қозғалақтасты. Жаз, батырақты сабасын деген зәкөн жоқ.
Ол Мекалайдың заманы келмеске кеткен. Бүгінде батыраққа қол тигізгенге статья бар. Жиналған жұртшылық араның ұясындай гуілдеп кетті. Жаз! Шәріптің даусы осы арада ширығып шаңқ етті. Сол батырағын жәбірлеген байларды сот ететін статьяға жатқызылатын Әзбергеннің ісі. Өзі Сібірге айдалсын, барса келмес түрмесіне. Пахраддин түсінде үрей, көз шарасы ұлғайып, қасындағы сақалын уыстап, қалғып мүлгіп отырған Ахунға қарады. Пахраддиннің өзінен бір уәж күткенін сезіп, Ахун жүзін көтерді, сақалын тарамдады. Ей, Шәріп, райдан қайт, деді әуезді тақуа даусына салып. Шәріптің түсі өрт сөндіргендей, жалынып жалбарғанға құлақ асар түрі жоқ. Қазықтай қақшиып алған, шалының мына қаталдығы қытығына тиіп кеткен жайбасқан. Әй, Сібірден басқа жерді жау шауып па? Жөндеп жаз ана піртөкөліңді. Шашал десе бас алмай деп бұрқ етті. Жазылмайды, бітті. Шеге мөрді әкел, деді. Шәріп одан бетер шақшия түсіп. Барсын, кіспұрыш. Тапқан екен ойнайтын кісісін. Сібірден қырыс қабақ Әзбергеннің де көзі атыздай болды. Шыны ма, ойыны ма мынаның дегендей, еңсесін көтеріп ажырайып қарады. Торқа кемпірде шолтаң етіп, адыра қалғыр, осы көрсеткенің қорлығы да жетер, барсын Сібіріне, деді. Төу шешей-ай, ауыл үйдің арасына осы от салғаныңызда жетпей ме деп бір әйел күңк етті. Мөр қолына тигенде Шәріп арқаланып, шатығын бүркітше екі иығын қомдап алды. Бота табан мөр қолында, әйелдер жағы зәрелер ұшып шектерін тартты. Шәріп, ей Шәріп, ас, аңдап іс қылмаққа керек деп ыңыранды Пахраддин ауыр денесін қозғай түсіп. Шәріп тас керең, піртакөлді алдына жайып қойып, мөрді аузына тақап үрлеп дем салды. Жұрт тырс етпей сіресіп, үркіп, шошып қарап қалған. Содан Шәріп әй-шайға қараған жоқ, жер үстел үстінде жатқан табақтай қағазға бота табан мөрді құлаштап әкеп тоңқ еткізді. Жұрт селк етті. Әй, деп шыңғырып қалды әйелдер. О, шебер Құдай. Мә, деді Шәріп мөр басқан қағазды милицияға беріп жатып. Дүкеңе берерсің. Дүкеңі болыстық кеңес ағасы Дүкенбай еді. Шүйдесі қалыңдау бұқабай милиция қағазды бүктеп асықпай жаңғалтасына салып, ықтияттап қалтасының аузын түймеледі. Сосын Әзбергенге сүзеген бұқадай кілбие қарап, марш, түс алға, деді. Әзбергеннің қалың беті қабарып, сүметіліп орнынан тұрды. Есікке беттей беріп Пахраддинге тағы көз тастады. Ағасы назармен жер шұқып отыр екен. Жұрт арыстыбай болған Әзбергенді шығарып салуға сыртқа лап қойды. Ау, халайық, ешқайда тарамаңдар, қонақасыларың бар, деп дауыстады Шәріп. Әй, шеге, тұр, ана қызыл тоқтыны әкеп сой. Қонақасыға асасы тойдық қой құрдас, деді Пахраддин, ренішін жасырмай орнынан ауыр қозғалып тұра беріп. Құрдас, сен өкпелеме, өкімет ісі өз алдына, ағайындық өз алдына. Солай емес пе, Ахун аға? Шақырса келмейтін өңшең жақсылар себеппен есік ашып қалған екенсіздер, енді қонақасыларыңызды жемей кетпейсіздер, деді Шәріп шын ықыласымен. Пахраддин мен Лабақ Ахун бір-біріне қарады. Бұнысы да жол екен-ау дескендей. Мезгіл сәске түседі. Сырттағы үлкенді кішілер шығыс қабаққа тырмысқан жалғыз қасқа жолға қарады. Сол жолда көлденең белге қарай атты кісі бір жаяуды алдына сап, сүргітіп айдап барады. Еңпеңдетіп қатты айдайды. Жаяудың аяқ шаңы бұрқ-бұрқ етеді. Жаяу Арыстыбай болған Әзберген еді. Күн көзін торлаған кіреуке бұлт бар. Мазан алып арқадан қатқыл ызғу жел соғады. Қолдарында жезқұман, жапандарының шалғайын қаусыра түсіп, ауыл сыртындағы жусан арасына таман балпаң-балпаң басқан Пахраддин мен сырықтай ұзын арық шал Лабақ Ахун барады. Ренжулі. Пахраддин тамағын кенет. Ахун аға, қалай ойлайсыз? Бұның арты асасы немен тынбақ? Алла білсін, заман жаман өзгерді дүрінім. Әгіркей біреулер бақаслық жасап жүрмесе, тергерде жіберер. Олай болмаса керек. Бұл іс соңы мен білсем асасы Насырға шаппаққа керек. Кешегі жәрменкеде сөйлеген өкіл сөз есімде. Айтқаныңыз бек келді. Бай бағланды кем көрер,
құл қатанға дем берер дегеніңіз бек келді. Қазір ана сорлыны болыстық кеңсеге апаруға керек. Онда бардым дегенше орным түрме болды дей бер. Заман, заман, репетің жаман, деді Лаба Қахун күңіреніп. Әлден уақытта Пахраддин тағы тамағын кенет. Әлгі шырылдауықты асасы соны бек біліп істеп отыр. Мынадай уақытта түймедейдің түйедей боларын біліп істеп отыр. Не істеуге керек Ахун аға? Әзберген итте болса жалғыз тірегім еді. Заманның түрі мынау. Дауды ауыл арасынан шығармау керек еді. Бала ойыннан шыққан от қой. Бала ойыны, иә, бала ойыны. Лаба Қахун құманын жерге қойып, бір уақ төсіне түскен қауғадай күміс сақалын қос қолдап, саумалдап ойланып тұрып қалды. Баланың бірі бой жетіп, бірі ер жеткендір, деді әлден уақытта. Солай ғой, деді Пахраддин күрсініп. Мықтап жадап шаршаған түрі бар. Деп Ахун ойланып, шығырмақтанған аспанға қарады. Үйге кіргеннен кейін, «Оу, Шәріп», деді төрге озып тізе бүгіп беріп саңқ еткен аққудай лабақ қартыңыз. «Ләббай, құлағым сізде», деп елп етті Шәріп. «Тізеңді бүк. Торқа келін, сен де отыр. Уәп, сен де құлақ сал. Кешелі бергі даудалаба хәкіміңізге баян дүр. Жәмиғат қанды көйлек кисе де шыдамайды туысқан. Екі бала ұрысса ұғыстырмақ лайқат. Екі ағайын ұрысса туыстырмақ лайқат. Шәріп, Пахраддин, уай, торқа келін, уәбінім, дау мұраты бітудір, жол мұраты жетудір, қыз мұраты кетудір, жас пен жастың тілегі бір. Торқа келіннің ұлы ер жетсе, сенің қызың бой жетіп отыр, Пахраддин. Құда болыңдар, азаматты қайтарыңдар. Осыған тоқтасаңдар, кәне қолдарыңды жайыңдар, деді Лаба Қахун бата жасайтын ниет білдіріп. Тас төбеден жай түскендей мына бәтуадан екі жақта іркіліп дағдарып қалды. Мол денесімен Пахраддин ырғала түсіп, төмен қарап сыр шығармады. Шәріп болса қышып кеткен тамағын қайта-қайта кенеп, астынан су шыққандай қыбыршықтап, Пахраддинге бір, Ахунға бір жалтақтады. Әлгінде басы селтең ете қалған торқа кемпір енді дымы өшіп, Әліптің артын бақты. Ұзын тұра уәптің жағы сопайып, иек ұрты бүлкілдеді. Босаға тұста жаңа сойылған тоқтының терісін тұздап жатқан шеге ышқынғандай оқты назарымен мына отырғандарды атып жіберердей сұрланып қарады. Сөйткенше Шәріп елпең етті. Үлкен жапалақ көзі ойнақшып, шақалақтап күліп, орнынан ұшып кетердей қопаңдап, «Пай, бабамай, тауып кеттіңіз-ау, сөз бар ма? Уау, садаған кетейін, көненің көз-ай. Міне ақыл, міне жөн. Уау, торқа, жарылып кетпей неғып отырсың? Бағы бар екен боқ мұрын балаңның. Жай қолыңды», деп алдымен өзі елеуреп ербеңдетіп қолын көтерді. Торқа сықсың етіп күліп, шалын шынтағымен түртіп жіберіп қолын жайды. Енді тосылып отырған жалғыз Пахраддин еді. Қарт Ахун енді солай бұрылды. «Ал інім Пахраддин, қолыңды жай, патиха берейін». Ахун орақ тұмсығын көтеріп, биік маңдайшаға қарап, сүйекті арық қолын алға созды. Пахраддин жұрттың соңын ала, кер солқылау қозғалып қол жайды. Осы арада шеге есіктен ата жөнелді. Шәріп, «Уәй, көргенсіз», деп қалды. Лаба Қахун нақысты даусын әндей созып, көтеріңкі әуезді мақаммен дұға оқуға кірісті. «Ағузи биллахи», жұрт сілтідей тынды. Пахраддин қозбағарға қызын беретін болыпты, Әзбергенді сөйтіп құтқаратын болыпты деген хабар дүңкілдеп ауыл ішін аралап кетті. Үлкен ақ боз үй алдында сары самауырға от салып тұрған Хансұлу Шәріптің үйінде болған жаңалықты шулаған балалардан естіп, етегіне сүріне аттап, апалап үйге жүгіріп кірді. Босағада шешесі күмпілдетіп, саба пісіп тұрған. Болған сұмдықты ол да балалардың айқайынан естіп, піспегі қолында өңі шүбіректей бозарып тұр екен. Сырттан жүгіріп кірген қызын құшақтай алды. «Жасаған ей, ақылдасу деген жоқ. Бұ сорлыға не болған? Жүр, әлгі алжыған әкеңе барайық», деп қолын сүртіп есікке беттеді. «Бармаймын», деді Хансұлу жұлып алғандай. Көзінде жарқ еткен ыза безеріп алған. «Жарайды, өзім-ақ барайын», деді шеше байғұс. Жаулығын дұрыстап тартты да майда басып сыртқа беттеді.
Дүние күйіп жатса да сол бір биязы жұмсақ қалпынан танбайтын әдеті шешесінің. Әкесінің алған бетінен қайтпайтын білетін Хансұлудың қазір төбесіне аспан құлағандай, дүниесін өрт шалғандай. Керегеге қыстырулы қамшысын суырып алды да кермеде тұрған қара еріне жүгірді. Неге екені белгісіз жүгіре түсті де басына бір ой келіп Қозбағардың үйіне бұрылды. Қозбағар үйінде төсек тартып жатқан, бет-аузы ісік, жаңа шеге келіп зәресін жаман ұшырды. Жағасына жабысып, әй шай жоқ төсектен суырып алды. Иттің баласы, Хансұлуда нең бар сенің, деді буындыра түсіп. Өзі жылауға жақын. Өй шеге, не айтып тұрсың, деп бұл шырпыр болды. Шегені алжасқан дерсің. Бұны төсекке итере тастап есіктен ата жөнелді. Әзірейіл өкшелегендей дүрсілдеп барады. О тоба! Қозбағар сөйтіп әңкі-тәңкі болып отырғанда сырттан бір топ бала шулап өтті. Шегенің алжасқан себебін сонда түсініп, лашсыз езу тартты Қозбағар. Көз алдында тал шыбықтай Хансұлу бұралып келіп мойнын асылғандай, құшағына кіргендей, тіптен ақылға сыймайды. Хансұлу Қозбағардың жары. Міне қызық. Сөйтіп жатқанда есік шалқасынан сарт етіп ашылды да үйге Хансұлудың өзі кіріп келді. Тура орыстың офицеріндей тіп-тік, қарақаттай көзінде жарқ еткен ашу, қайқы кірпік түргерін, қолында қамшы. Қозбағар ойланбастан көрпені басына бүркей қойды. Бірақ қыз жетіп келіп көрпесін бірақ жұлқып үстінен сыпырып алды. Ей, сен бе сонда мен алатын, деді. Қозбағар, ойбай, мен емес, деп көтерілген қамшыға қарап баж етті. Қамшы шарт етіп оң жаңбастан осып өтті. Ойбай, ай, деп қалды Қозбағар. Кекірейген түкбақай қыз сол тіп-тік қалпы есікті сарт жауып шығып жүре берді. Бұл кезде Шәріптің үйінің сыртында Пахраддин мен бәйбішесі кездескен еді. Бәйбішесі әдегеннен, жазған-ау, не болды, деді, қаттырақ айтуға батылы жетпей. Не көрінді саған? Бурыл тарта бастаған сақал мұртын жел қозғап, келбетті келген, саналы жүзі түнеріп, шалбарланып, қабақ шытып біраз ой сабылтып тұрды Пахраддин. Өңі тым жадау еді. Асасы, көзді ашып қарауға керек заманға, деп баяу тіл қатты еліне. Алтын басты Баймырзадан бүгінде бақыр басты кедей артық. Бұны көруге керек, зерделеуге керек. Менің де ойлағаным қызыңның болашағы болуға керек. Соны ұғуға керек. 1927 жылдың қара күзінде Тасқұдық басында болған бұл оқиға Дүмпу Жем өзенінің түстік жағы үш оймауыт Доңызтау далаларын жайлаған қалың табын еліне лезде-ақ дүңкілдеп тарап жатты. Байлығы тасып бара жатпаса да, ел арасында әділ билігімен, тілді шешендігімен атағы шыққан сырбаз жан, ауыл ағасы Пахраддиннің маңдайына біткен жалғыз қызын есігіндегі жалшысына өз еркімен бергелі жатқаны естір құлаққа ерсі жаңалық, тосын хабар болып тарап жатты. Бірінші бөлімнің соңы.